Ассалаумағалейкум. Айтайын, барлықтарыңызға да ұнайды. Ал ең біріншісі бізде осындай набор, но мына ақ набор и көк набор, қызыл набор, как обычно, бірақ да маған ешқайсысы ұнап тұрған жоқ. Шынын айтайын, ешқайсысы да мүлде ұнап тұрған жоқ. Бұл дейтін бұрынғы кездегі жабайы тайпалардың көсемдері ма, сондай бір нәрсе сияқты. И ұзын шашты, и прикольный құлағы бар, реально. Қатты күшті деп айта алмаймын, өзіме просто ұнап тұрған жоқ. И қызылында, как обычно, осындай эффекті бар. Ал бұл болса солардың женский түрлері. И бұда да тоже қызылында осындай кереметтей эффекті бар, бірақ маған қатты ұнап тұрған жоқ. Женский бірақ чуть-чуть нормальный екен, мужскойға қарағанда әдемірек болады, болып тұрған сияқты мужскойға қарағанда. Но бұны тек қана қыздар ғана бағалай алады, өйткені жігіттер бағалай алмайды деп ойлаймын. Енді женский персонаж ойнайтындар тек қана бағалай алады. Ал бұл енді екінші нұсқа. Көріспес бұрын достар айтайын, просто ау сендер дәл мұндай деп ойламадыңдар, вообще күтпедіңдер дәл мұндай деп. Просто имба. Вот міне, қараңыздар, келісесіңдер ма? Мынау просто топский набор деп, мен просто мынау сөзім жоқ просто. И бұның дейтін бір-біріне особо ұқсамайды, маскалері ерекшеленген бір-бірінен. Ну, мынау чисто городской американский гангстер ғой. И хип-хоптың хип-хоптың сетіне да ұқсайды сияқты, вроде шалбарында ремен андай кастет, но просто имба. Четкий набор, бір мінсіз, красавцы, Free Fire, просто инкубаторға жесткий осы наборды қосу керек, ана наборды алып тастайтын. Ал бұл болса осының женский наборлары, женский набор әдемірек, негізінде шын айтайын, әдемірек, күшті. Сөзім жоқ, бұғанда женскийға да, мужскойға да сөзім жоқ, просто топский етіп істеп тастаған. Ал сіздерге қайсысы ұнап тұр, біріншісі ме әлде екіншісі ме? Енді мен білем, просто так сұрадым. Көбісі екіншісі деп таңдайды, бірақ біріншісін ешкім таңдамайды сияқты, өйткені біріншісі дейтін екіншісінің қасында ойнап қалады. Гарена, пожалуйста, екіншісін тезірек шаш, біріншісі вообще керек емес, негізінде біріншісін ешкім ауыстырмайды сияқты, даже болыпты да 7К мен 3 чертежі болыпты да ауыстырмайды сияқты. Осы келесісін күтеді сияқты, бірақ да осы екінші көрсеткенім одан кейін шығып қалудан мүмкін, одан бұрын шыға алмайтын болар, өйткені көбінесе мен ютубтан іздегенде Инстаграм барлығынан қарадым, Free Fire'ның официальный группасынан да, VK-сынан да барлығынан қараған кезде осыны шығарып жатырды. Мен тілейтін едім, осы болмай ақ қойсын деп. Ал осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Али. Сіздерге осы мәліметтер күшті болды деген ұнады деген ойдан, сондықтан да арна тіркеліп міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.